Кейбір жағдайда жүктілік жатырда емес, жатырдан бөлек аймақта орналасады. Оны жатырдан тыс дамыған жүктілік немесе медицинада эктопиялық жүктілік деп айтамыз. Бұл жағдай ананың өміріне қауіп төндіреді. Негізінен жүктілік кезінде ұрықтанған аналық жасуша жатыр түтігі арқылы өтіп жатырға түседі. Егер аналық жасушаның түтік арқылы өтуі тежелсе немесе бәсеңдесе, бұл жатырдан тыс жүктілікке апарады. Жатырдан тыс жүктілік ұрықтың орналасуына байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Оның ішінде ең жиі кездесетіні түтіктік жүктілік. Яғни бұл кезде ұрықтанған аналық жасуша, яғни ұрық, ол жатырдың түтігінде орналасады. Бұл 98-99% жағдайда кездеседі. Осы жерде орналасып бекіп қалады да ұлғайып өсе береді. Ал бұл түтіктік жер ешқандай жатырдың қуысына сәйкес келмейді де, бұл жерде баланың әрі қарай дамуы жалғаспайды. Яғни бұл жерде ұрық әрі қарай дами алмайды. Одан кейін 0,1-0,7% жағдайда ол жүктілік аналық безінде орналасады. Одан кейін құрсақтық жүктілік, жатыр мойындық жүктілік, жатырдың мүйізшесіне кездесетін жүктілік, бұлар сирек жағдайда болады, бірақ кездеседі. Бұған себеп жатыр түтігінің туа біткен ақаулары. Екінші, соқыр ішекке әртүрлі құрсақ қуысына операциялар жасалғаннан кейін болатын спайклер. Үшінші себеп эндометриоз. Төртінші, бұрын жатырдан тыс жүктіліктің болуы. Одан кейін себеп әйелдердің жыныстық ағзаларына болған әртүрлі инфекциялар немесе операциядан кейін қалған тыртықтар. Бұның барлығы жатырдан тыс жүктіліктің себебі болуы мүмкін. Одан бөлек осы жатырдан тыс жүктіліктің дамуына әкелуі мүмкін қауіп факторлары бар. Ол 35 жастан асқаннан кейінгі бала көтеру. Екіншіден, жүктіліктің болуы жатырішілік ұрықтауына қарсы құралдың болуында. Мысалы, спираль болып тұрып жүктілік болатын болса, онда осы кезде түтіктік жүктіліктер болуы мүмкін. Келесі фактор жүктіліктің алдын алуға бағытталған түтіктік стерилизация, яғни түтіктерді байлап тастау. Одан кейінгі себеп жыныстық серіктердің көп болуы. Одан кейін бедеулікті емдеудің кейбір түрлері. Енді әйел адамның өзіне тән, өзінде болатын себептер, ол бұрын бедеулік болатын болса, және жасанды түрде жиі аборттар жасататын болса. Сонымен қатар анамнезінде әртүрлі жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар, хламидиоз, трихомониаз, гонорея болатын болса, және аналық бездердің қабынуы, сальпингиттер кездессе, сонымен қатар гениталийдің ісігі және оның ісік тәріздес ауруларға шалдығатын болса, сонымен қатар әйел адамдарда инфантилизм, яғни жыныстық мүшелерінің, бала көтеру мүшелерінің дұрыс жетілмеуі. Осы себептер де қауіп факторлеріне жатады. Жатырдан тыс жүктіліктің белгілері. Басында бұл қалыпты жүктіліктегідей белгілермен бірге көрініп келе жатады, бірақ кейіннен ұрық дамып өскен сайын өзінің басқа өзіне тән белгілері көрінеді. Мысалы, жатырдан әдеттен тыс қан кетуі, белдегі ауырсыну, жамбас қуысында бір жағынан әлсіз қысатын ауырсыну, етек кірдің болмауы, іштің төменгі бөлігінде немесе жамбас қуысы аумағында ауырсыну кездеседі. Сонымен қоса, жатырдан тыс жүктіліктің қасындағы аумақ зақымданса немесе қан кетсе, бұл белгілер ушығуы мүмкін. Ол кезде әйел адамды естен тану немесе әлсіздік сезімі, тік ішек аумағындағы қатты қысым, артериялық қан қысымының төмендеп кетуі, иық аумағындағы ауырсыну, іштің төменгі бөлігінде күшті, жіті және кенет ауырсыну кездеседі. Және де осы кезде түтіктегі жүктілік дамып, түтік жыртылып кететін болса, ол кезде құрсақ қуысына қан кетеді. Қан кеткеннен кейін организмде шок басталады. Бұл кезде кенет жылдам түрде, шұғыл түрде көмек көрсету керек. Жатырдан тыс жүктілік бастапқыда қалыпты жүктілік сияқты белгілермен көрініп келе жатады. Біріншіден оны ХГЧ анализ тапсыру арқылы, яғни ол кезде ХГЧ мөлшері ұлғаяды. Одан кейін УЗИ арқылы жатыр қуысын қарап, одан кейін лапароскопия аппараты арқылы қарап анықтауға болады. Анықталған жағдайда жүктілікке қарсы дәрі-дәрмектер қолдану арқылы жүктілікті үзу
және асқынып кеткен жағдайда немесе өздігінен түсік болған жағдайда әртүрлі жатыр қуысына қырындылар жасау арқылы, әртүрлі операциялар жасау арқылы, керек жағдайда қан құю сияқты процедураларды, шараларды қолдану арқылы ананың өмірін аман алып қалуға болады. Бұл жатырдан тыс жүктілік бүкіл әлем бойынша ана өлімінің негізгі себепші факторларына жатады.